болашағының алтын ұясы. Адамзат өміріндегі мейірімділік пен адалдықты, адамгершілік пен тектілік секілді асыл қасиеттерді бала өз отбасынан алуы керек. Бала қазіргі отбасынан нені алып жүр екен? Ата-аналар балаға смартфон бергенде күн санап екі ортада пайда болатын көрінбейтін кедергіні байқамай қалады. Біз ойын дейміз. Балалардың отпен ойнап жүргенін аңғармаймыз. Қазіргі таңда ата-ана мен бала арасындағы күнделікті смартфон үшін болатын жанжалды ескеретін болсақ, біз армандаған ұйыған отбасы бейнесі және ұрпағымыздың болашағы бұлыңғыр екеніне көзіміз жеткендей. Ендеше, даналық сөздерді естіп, әдет-ғұрпымызды бойына сіңірген, уақыттың бағасын білетін ұрпақты қалай тәрбиелеу керек екенін білу үшін, ауылымыздың ақсақалы Қайдар Жұмаділ қариямыздан жөн сұрап көрелік. Ата, қазіргі кезде жұмбақ айтып жарысатын, тайқұлындай шабысып тағда ойнайтын ұландарымыз қазір телефон мен компьютерлік ойындарға құмартып алып, тәрбиеге көнбей, отбасылардың шырқы бұзылуда. Осыған қосар ойыңыз қандай, бұған не дейсіз? Бұл мәселені қалай шешуге болады? Жастарды ақылақ, ақыл-ой, дене жақтан жетіліп, мәдениетті, дарынды, болашақта отанның иелері болу өте маңызды нәрсе. Бұл Абай атамыз айтқан ғой, адамның туысынан дейді. Құрбы-құрдасынан, ұстазынан, осыдан жақсы әдет жұғады деген. Ата, сонымен енді бұл балаларды қалай тәрбиелесек екен? Қалай дұрыс жолға түсірсек екен? Соған ойыңыз қоссаңыз. Бұл балаларымызды болашақ отанның, болашақ халқымыздың, ұлтымыздың иесі болмақ осы балалар. Бұлар жақсы болса. Мына өткен ана дарын иесі Шәкерім Құдайберді, Ахмет Байтұрсын, осылар нелік кеткен? Осылар көп армандап кеткен. Соның арманына қалай жетуіміз керек? Сол үшін балаларды мына қазақтың өзінің салт сана ойыны бар. Тоғызқұмалақ дейді, асық ату дейді, асық ойнау. Осы қолдаған нәрсеге қарау керек. Телефонға қараудың ізінде балалар кітап қараса, көне әдет құрып, осының бәрі өзіне өздесіп, өзі осыған миына қонады деген сөз. Мына кітапқа қарамаған бала, бұларда ақылақ, ақыл-ой жағынан бұлар кенде қалып қояды деген сөз. Сол үшін балалар көптеп қазақтың салт санасы, құрып әдеті, жаңағы тоғызқұмалақ, асық ойнау, кітап оқу, осыны көп қолдану керек. Осыны көп қолданбаса, балалар қазақтың салт санасынан, құрып әдетінен болашақ мына отанның, еліміздің иесі болудан айырылып қалады демекшімін. Сізді құрметті осы ауылымыздың ақсақалы деп сыйлап келіп, осындай жақсы сұхбат беріп, өсиетіңізді айтқаныңызға көп рахмет айтамын. Бір қызығы, айфонның атасы Стив Джобс өзінің отбасы мүшелеріне үй ішінде смартфон пайдалануға тыйым салып, бос уақыттарын кітап оқуға жұмсайтын қатаң үрдіс қалыптастырған екен. Ұрпағымыз есті болсын десек, уақытында алдын алайық. Әйтпесе, обалы ата-анаға, залалы балаға. Сіздермен бірге болған Шындық айнасы ток-шоуы келесі кездескенше.